Табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстардың үйлесімі нақты аумақтың табиғи ресурстық әлеуетін қалыптастырады. Табиғи ресурстық әлеует бұл белгілі бір географиялық шекараларда орналасқан табиғи ресурстар және табиғат жағдайларының жиынтығы. Олар қоғамның экономикалық, экологиялық, әлеуметтік, мәдени-эстетикалық сауықтыру қажеттілігін қамтамасыз етеді. Аумақтың табиғи ресурстық әлеуеті ресурс саны, сапасы және басқа ресурстармен үйлесіммен анықталады, және ол халық пен оның орналасуына әсер ететін маңызды фактор болып табылады. Табиғи ресурстық әлеуеттің негізгі сипаттамалары географиялық орны, климаттық жағдайлар, жер бедері ерекшеліктері және басқа негізгі ресурс түрлерімен қатар орналасуы. Энергетикалық ресурстар. Планетаның жанғыш пайдалы қазбаларының жалпы геологиялық қоры 12,5 тонн құрайды. Оның 60 көмір, 12 мұнай, 15 газ, қалғаны сланцы, тор тағы басқаларының үлесінде. Көмір қоры 100 мемлекетте барланған. Жалпы геологиялық қордың шамамен 83 мемлекеттің еншісінде Ресей, ақш, Қытай,